Қайырлы күн достар. Біз сіздермен ең оңай әрі дәмді, тез дайындалатын 15 минутта дайын болатын печенье дайындаймыз. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттарды дайындап қойдым. Енді бастайық. Керек бізге 2 жұмыртқа және қант. Енді осыны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді араласқан массамызға сұйық майымызды құямыз. Сұйық майымыз араласып болғаннан кейін ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымыздан осындай дөңгелектер дайындаймыз. Дайын болған печеньемізді қызып тұрған пешке 180 градусқа 15 минутқа салып аламыз. Печеньеміз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын.